қызық, мәкемен ерекемен бірге өте қызық. Құрметті достар, Қызық Таймс бағдарламасы жалғасуда. Біле білсеңіздер, Қызық Таймс бағдарламасының ең басты бір ерекшелігі біздің бағдарламада жаңа таланттар, жаңа есімдер ашылады, е? Иә, бұл айдардың атауы Жаңа толқын, достар. Негізінде барлығыңыз естіп жүрген мына ән бар. Естіпедіңіздер осы әнді? Ал кім айтатын білесіздер ме? Ендеше құрметті достар, дәл қазір Қызық Таймс сахнасында дәл осы әннің авторы әрі орындаушысы. Қарсы алыңыздар, Жоламан Абуталип! Мына әнді білесіздер ғой, жалпы естіпедіңіздер? Әнді білесіздер, е? Дәл осы жігіт орындайтын білетін бедіңіздер? Білмегенсіздер, енді біліп атсыздар. Қандай пайдасы? Давайте, жаттап алыңыздар, құрметті достар. Крупный план. Сен тұрса бетімен кішкене образда. Давай. Образда. Күшті андай. Бар ғой бір әдемі. Қай камераға қарасын? Осы түрді, осы келбетті жаттап алу үшін. Давай, арт қарап тұр. Қарап қаласын. Иә. Ең былайша айтқанда. Бәріміз көрейікші қалай болады екен. Сонымен құрметті достар, бұл әнді білесіздер, енді дәл осы келбетті жаттап алуларыңыз тиіс. Жаңа ғана сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Абуталип Жоламан! Не болды? Бола ма, нормально ма? Келесті үйтіп, қарамай, ешқашан. Нормально ма? Ема, жаттап алыңыздар ма? Жаттап алыңыздар. Жалпы, әннің аты қандай? Менде қандай кінә бар деген ғой. Не деген қысқа атау? Бұл кімге арналған? Жоқ, ешкімге арналмаған. Банкке кредит төлемеген? Сол туралы? Ала, сіз кредитіңді төлеңіз. Менде қандай кінә бар? Негізі өзің шығармашылықпен айналысасың, е? Иә, мен ән жазғаныма 13 жыл болды. 13 жыл болды? 13 жыл дегенде. 20 айтпаймын. Басталды. Садрадиннің туысқаны. Садрадиннің, Алишердің. Айтпаймын. Жас көрінем ғой да негізі. Жоқ, кәр көрініп тұрсың кәдімгі. Жоқ, маған разница жоқ айналайын. Сіздің құрдасыңыз ғой? Ау? Сіздің құрдасыңыз. Менің құрдасым? Мен сізден жас көрінетін сияқтымын. 83-ші жылғысы ма сонда? Жоқ. 95. Мен 95 деп жүрмін. Алдында. Күшті, комплимент. Әлі бар еміз. Жас көрсетіп аттағым ғой, шамалы шанс бер. Молодец. Маған қарағанда. Так. Сіз примерно бір 87 шығарсыз. Бұлайшы. 2004 дейсіз. 2004-тер осындай ғой қазір, значит. Демек, 95-сің ба? Иә, сол. Ақтөбе қаласында. Неге жасырдың 95? Әпәжіп көрім қазір. Просто бәрі жасырып жатыр ғой, сол хит қой. Жасыру. Мен де жасырып көрейін деген ғой. Не ол? Мәне. Бойдақпа дейді. Жоқ, үйленгем. Үйленгенсің ба? Иә. Бол, қайттық, все. Қайда беріңдер, қыздар. Алматыда жүргенде ойдақпын ғой бұлай. Мәнекем. Келіншегіңіздің есімі кім? Есімі Гүлмира. Гүлмира, қалай Алматыда жүргенде бойдақ, жаттап алыңыз. Бұлай бойдақ емес. Тексеріп етіп алыңыз. Гүлмира біле ма Алматыда жүргенде бойдақ екеніңді? Чуть-чуть біледі. Менде қандай кінә бар деп, ертең үйінде барып айтып тұрма. Бұртиып тұрса. Негізі бұл алғашқы әнің, е? Алғашқы емес, менде ән көп. Ең алғашқы атқан ән осы ғой. Алғашқы атқан. 12 жылдан кейін ба атып тұр ғой? 12 жылдан кейін атып тұр. 12 жылдан кейін сен карантинде шығардың дедің ғой? Қаракесек бәріміз бірге бастағанбыз. Бірақ тюбингіміз ғой, Бақа, Берік, Қаракесек бәріміз. Сол Қаракесек бәріміз бастадық кезінде. Сол тоқтамай
соңына дейін еңбектендік. Сөйтіп баға беріп былай Жемісін кетті, берді. сен былай кеттің, қара кесек. Мен Ақтөбеде былай қалып кетті қойдым ғой. деші. Текстінен күліп көрейік, Иә. Менде қандай кінә бар, Сен сені кінәлайтындай. сен кінәлайтындай дейді. Мен мысалы андай ғой, мен басыма өткен жоқ енді бір қызға ухаживать етіп жүрсің да, күшті болып. Иә. Сосын андай бір аяқ астынан бір суып кете ма, бір не істейді да, сосын айтасың да, мен саған до конца ухаживать ете көңіл бөліп жүрмін ғой, менде қандай кінә бар, өйтіп істеп кететіндей иттік дейсің ғой, короче. Осының бәрін мына бір сөйлемге тықпысам ба сонда? менде қандай кінә Әрқайсысында бір бар. мағына жатыр ғой, мынаның бет жолдарында ше. Иттік қылып деген қай жерінде бұл? Анау сұрақ белгісінде Сұрақ ғой. белгісінің астында. Сұрақ белгісінің астына, кішкентай шіреппе иттік қылып деп тұр екен. Аха, Так, менде кеттік. қандай кінә бар, сағынбайтындай. Бұл жерде қалай? Бұл жерде қалай? Анау иттік, мынау мысықтық па қалай? Осы уақытқа дейін бірге жүрдік қой, қалай сен іздемейсің, сағынбайсың деген мағына ғой. Сенде қандай кінә бар, оралмайтындай. Алдына не Сен дейсің? қандай консерт жасап қойдың, маған оралмайтындай дейтін ғой, короче. Автомат нападение ұрып атсың ғой уже. Иә. Екі рет кешірім Иә. сұрап бар. Аха. Сосын? Мен біреуге арнамағам, тыңдаған кезде, типа, адамдар отношениясынан, типа, менің өмірімнен алынған екен деген сияқты қабылдау үшін. Мен мынаны ма? Жайлап. Кімге тілеп атсың ба? Мен вообще желание жоқ қой. Менің қызым біреу басқа жігітпен жүріп. Сіздерге келмейді ол возраст. Біз ғана, бақытты әкеміз. Иә. Возрастқа келмейді дейді ғой ше. Ана ютубқа салғанда ограничение оқып қойдым ғой, 25-тен артық тыңдау болмайды деп. Сонда біз қоспасақ тыңдамай қаламыз ба сонда? Бәрі шығып тұрады ғой колонкадан. Оның несіне Сіздерде жүрек жоқ қой, жүрегі өлген ғой баяғыда просто. Сезе алмайсыздар да оны ше. Құрметті достар, бұл Жоламанның соңғы сахнаға шыққаны. Бұдан былай тіпті бұл шығарылымды да блокқа тығып тастаймыз. 25-ке дейінгілер көрмейтіндей қылып блокқа тығамыз. Бұларда жүрек бар, біздің жүрек солып қалған. Иә, жүрегі жоқтар бұны көрмеу керек. Иә, жең естісе ғой осына, аузында айыр жүрегі. Қалжың ғой, қалжың. Кімнің жүрегі жоқ? Қалжың ғой, бәріне болады тыңдауға. Менде қандай кінә бар, сен кінәлайтындай. Менде қандай кінә бар, сағынбайтындай. Сенде қандай кінә бар, оралмайтындай. Өзгелері бір өзінде болмайтындай. Күшті бір жарапазан сияқты андай. Андай бүйтіп сөйтіп Менде жыламайды. қандай кінә. Ананы бүйтіп айта алмайсың, бірден қуанып, мәз болып онда. Қуанып айт, давайте сөйтейікші, мына мұңды әні. Енді қуанып айтып көрейікші осыны енді. Қуанышпен. Менде Роза Рымбаева сияқты айтшы. Наурыз сияқты. Как раз. Береке бар. Давай, кеттік. Давай, кет. 1, 2, 3. Менде қандай кінә бар, сағынбайтындай. Басың ғой жағына. Міне. Құдалыққа шықсаң болады екен ғой Менде қандай сәнің. кінә бар, сен кінәлайтындай. Менде қандай кінә бар, сағынбайтындай. Деп басың кемпірлер қысап жүрсіз тойда. Иә. Ертең құдалықты айтып жүрсе осыны. Бәрекелді, құрметті достар. Ақтөбеден тікелей Қызық Таймс бағдарламасында көңілді жан, талантты жан Жоламан. Құрметті достар, әнге де жақын, бүгін байқағанымызға әзілге де жақын Жоламан. Біле жүріңіздер, тыңдап жүріңіздер. Қызық Таймс бағдарламасында. Рахмет көп. Естеріңізге сақтап қойыңыздар. Жоламан Әбутәліп. Қызық, мәкемен ерекемен бірге өте қызық. Шапалақ дұңқу. Қызық, мәкемен ерекемен бірге өте қызық. Шапалақ дұңқу. Қызық, мәкемен ерекемен бірге өте қызық.